Ислам, әтеш деген сөзді құрап бере қой. Дыбысын тап. Өзі іздесін, айтпаңдар, өзі іздесін әріпті. Әріпін таба қой. Әтеш. Әтеш. Т. Әріпін іздеп кел. Көмектеспеңдер, өзі іздейді, тастамаңдар. Т әріпін іздеп кел, Т. Жүр, тез, жүр. Т әріпін іздеп бол тез. Түлкі дегенде Т, таспаққа дейін Т іздеп кел. Әтеш. Түлкі дегенде Т. Не, қоя қой. Е әріпін ізде. Емен, есек, е. Ерік. Ш әріпін ізде. Шана. Өзің асына тұраны, шы ортасына тұраны. Өзің ортасына, отырған жеріне тұраны. Көк шы деген. Ал оқы енді. Не әріп анау? Но не әріп? Сосын? Ш. Әғайс? Әғайс? Т қайс? Е қайс? Ш қайс? Сонымен әтеш дегенді буынға бөліне ме бұл? Неше буын? Неше дауысты дыбыс бар, неше дауыссыз дыбыс бар, қара. Міне алдыңда суретін бар, міне. Неше түсі? Қызыл, неше түсі көк? Нешеу енді айтшы, нешеу? Неше қызыл түсті бар? Не ол? Қандай түстері? Нені білдіреді? Нені білдіреді? Дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Екі қызыл түсті нені білдіреді? Дауысты ма, дауыссыз ба? Балалар, дауысты дыбыс қандай түспен боялады? Дауысты дыбыс қандай түспен боялады? Дауысты дыбыс қандай түспен боялады? Ойларың далада ғой. Енді неше дауысты дыбысың бар, Ислам айт. Айтшы, енді көз алдын тұрған неше дауысты дыбысың бар? Екі дауысты дыбыс бар. Айтшы? Қайсы көрсет екі дауысты дыбысыңды көрсет маған? Неше дауыссыз дыбысың бар? Екі дауысты. Неше дауыссыз дыбысың бар? Дауысты дыбысты қандай түспен бояймыз? Қызыл. Қандай түспен бояймыз? Көк. Қайсы дауыссыз дыбыстарын көрсетші маған? Сосын? Неше дауысты дыбыс бар, сонымен шығар саусақтарыңды айт.